Қайырлы күн сұлуларым. Күзде келіп, піскен жеміс жидектердің қоры молая түсуде. Ал сіздің беттеріңіз қоршаған орта әсерінен шаршаңқы көрініп, серпімділігін жоғалтса, онда жүзімнен маскалар жасаңыз. Бүгін жүзімнен ылғалдандыратын, нәрлендіретін және тазартатын маскаларды қарастырамыз. Ал сіз арнамызға жазылып, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыз. Жүзімнің құрамындағы А дәрумені теріні жасартса, С дәрумені тері қабынуының алдын алады, серпімділік береді. Биотин зат алмасуды қалыпқа келтірсе, калий элементі теріні ылғалдандырады. Бірінші құрғақ теріге арналған, нәрлендіретін және әжімдерді жазатын маска жасау үшін жүзім мен сүзбені бірдей мөлшерде алып, езіп, жақсылап араластырамыз. Бет терісіне 15 минутқа жағып, бөлме температурасындағы сумен жуамыз. Майлы тері үшін бірнеше түйір жүзімді езіп, үстіне біраз қасық ұн немесе крахмал қосып, әбден араластырамыз. Бет терісіне 20 минутқа жағып, содан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Егер беттеріңіз күнге қатты күйген болса, жүзім мен балдан маска жасаңыз. Біраз қасық езілген ақ жүзімді бір шай қасық балмен араластырып, 15 минутқа жағып қоямыз. Маска жасауға уақытыңыз болмай жатырса, жүзімді жартысынан бөліп, бөліктермен екі бетіңізді сүртіңіз. Жүзім сөлі теріге өң береді, жаңартады. 30 минуттан соң жылы сумен шайып тастаңыз. Теріні терең тазартып, серпімділігін арттыру үшін біраз қасық езілген жүзімді бір шай қасық ұнмен және жарты шай қасық ас содасымен араластырамыз. Бет терісіне 10-15 минутқа шеңбер жасай отырып жағамыз. Содан соң жылы сумен жуып тастап, нәрлендіретін крем жағамыз. Арнамыздағы басқа да видеоларды, пайдалы кеңестерді жіберіп алмас үшін тіркеліп, лүпіл басып пікір қалдырып отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.